Құрметті кітап сүйер қауым, егер сіз сериялы фантастикалық романдарды оқығыңыз келсе, Жүніс Сахиевтің «Шолпанға көшкен ауыл» шығармасын оқыңыз. Жүніс Сахиев жазушы, фантаст. Қазақстанда сериялы ғылыми фантастикалық романдар жазуды бастаушы. «Шолпанға көшкен ауыл» романы кеңістік көшпенділері ғылыми фантастикалық романдар сериясының жалғасы. Романда аспан әлемін зерттеушілер мықтыларының таңғажайып оқиғалары баяндалады. Ғалым зерттеушілердің қазақ жерінен ең көрікті, топырағы құнарлы, жұмақ мекенді таңдап алып, жарық жұтқыш құрылғы арқылы оны шолпан жұлдызына қондырғаны туралы адам сенгісіз хикая ғылыми түрде баяндалады. Бұл романның өзге романдардан ерекшелігі ғарыш әлемі мен қазақ ауылын байланыстыруда. Роман 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім «Аптапты аймақта» деп аталады. Бұлай аталу себебі шолпан ең ыстық ғаламшардың бірі. Оның тұрақты температурасы 700 градусқа дейін жетеді. Ал шығармада күн энергиясының мәңгілік емес екені, сондай-ақ шолпан жұлдызының келешекте жер ғаламшары сияқты болатыны сөз етіледі. Ондағы табиғи ерекшеліктер, омырауға ұқсаған таулар мен жазық ойпаттар, тап бір жер ғаламшарындағы қыраттар іспетті. Келесі бөлімде ғалымдардың жердегі ауылды құрылғы арқылы шолпан жұлдызына көшіруі баяндалады. Екінші бөлім «Іздеу сапарында» деген атауға ие болған. Бұл бөлімде шолпан жұлдызын өзімізге бағындырамыз деген ғалым зерттеушілердің арман тілектері, табандылығы, өз істеріне деген құлшыныстары көрінеді. Әлбетте, шолпан жұлдызы өзіне бейімделем деушілерге қатаңдық көрсетеді. Алайда, бұл сынаққа сынып, беттері қайтпайды. Бұл оқиға тек зерттеушілер мен жұлдыз арасында ғана емес, ауылдың әрекетімен де өрбиді. Үшінші бөлім «Дүниенің көзі» деп аталады. Бұл тұста табиғи серігі жоқ шолпан жұлдызына серік қосу жолындағы адами әрекеттер көрінеді. Әрине, оның жердегілердің көмегінсіз жүзеге аспайтыны анық. Осы бөлімдегі оқиғалар Абзал мен Шолпан есімді қос ғашықтың таза, риясыз махаббатынан көрініс табады. Оқиға арасында Елназар мен Шадыман сияқты кейіпкерлер де болады. Барлық кейіпкердің негізгі ойы шолпан жұлдызын адамзат үшін бейімдеу еді. Төртінші бөлім «Шолпанға көшкен ауыл» деп аталады. Бұл бөлімде Шолпан мен Абзалдың махаббаты шарықтау шегіне жетеді. Ауыл тұрғындарының да арманы ашық бейнеленеді. Шолпан қыз енді жердегі ауылға емес, шолпан жұлдызына келін болып түседі. Романның осы тұсы адамды биік мақсатына жетуге жігерлендіреді. Өмірде мүмкін емес дейтін нәрсенің жоқ екенін ұғындырады.